Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен сметанниктің рецептімен бөліскім келеді. Осы рецепт бойынша жасалған пирогыңыз шашылмай, дәмі өте нәзік болып шығады. Алдымен ұнымызды ситадан өткізіп, қажет ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ең бірінші ұнымызға сары майымызды үккіштен өткіземіз. Енді осыған 100 грамм шекерімізді, 1,5 ас қасық разрыхитель және де 1 жұмыртқамызды саламыз және қамырымызды илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді салмасын жасауға кірісеміз. «500 грамм қаймағымызға 4 жұмыртқаны біртіндеп салып араластырамыз. Жарты қасық ванилин, 100 грамм шекерімізді салып араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді арнайы формаға пергамент қағазын төсеп, жаңағы қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін осылай астына жайып шығамыз, біркелкі етіп. Енді жаңағы кішкентай қамырымызды осылай жан-жағына қойып шығамыз. Жан-жақтарын міне осылай вилкамен бастырып шықтым, біркелкі болып шығу үшін. Қамырымыздың бетіне міне осылай қаймағымызды құйып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 25-30 минутта пісіріп аламыз. Пирогты толықтай суығаннан кейін ғана кесу қажет. Мен холодильникке 5-6 сағатқа салып қойдым. Міне пирогтарымыз өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецепт бойынша. Барлықтарыңызға ас болсын.